Қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырмасымен аналар кабинеті қоғамдық қоры 2 ай бойы отбасы құндылықтарын насихаттау бағытында түрлі шаралар ұйымдастырды. Аталған жоба аясында атқарылған жұмыстарға зерттеу жасалып, бүгін қорытынды жиын өтті. Әлеуметтік желілер арқылы жүргізілген онлайн сауалнамаға Жаңаөзеннің 16-35 жас аралығындағы 500-ден астам тұрғыны қатысқан. Жобаның алғашқы шарасы ата-баба ізімен атты жастарға арналған экскурсиядан бастау алды. 350 адамды қамтыған отбасым алтын қазынам әкелер форумы қаламызда алғаш рет өткізілген еді. Әкелер сайысы, семинар, пікірталас, қазақ дәстүрлері мен әдет-ғұрпы тақырыбында тренингтер, дойбы тоғызқұмалақтан қалалық турнирде отбасы құндылықтарын насихаттауға бағытталған жоба аясында ұйымдастырылды. Алғашқы рет өткен конкурстағы да айтам, 10 әке және балалары менен, қыздары менен қатысып, сайыс деген бірнеше кезеңдерден тұрды. Жаңаөзен қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырмасы менен тренинг өтті. Тренингке деген жаңағы біздің ұлттық дәстүрлер туралы деген тренинг таңертеңгі 10-нан кешкі 6-ға дейін өтті. Әлеуметтік зерттеуге 554 респондент қатысқан. Оның 313-і қала жастары болса, қалған 241-і ауыл жастары. 56% әйелдер екен. Сауалнама 14 сұрақтан құралған. Мемлекеттік қызметшілер мен бюджеттік мекемелер, өндіріс ұжымдары, жұмысшы жастар, студенттер, жас отбасылар, жалғыз басты аналар және аз қамтылған отбасы мүшелері қатысқан. 8 айдың ішінде қаламызда 678 адам неке құруға өтініш берсе, ажырасуға 358 арыз келіп түскен. Сонымен қатар Жаңаөзен облыс бойынша ерте жүктілік дерегімен 2-ші орында тұр екен. Біз көбінде айтатынымыз ерте жүктілік қыздар арасында болғанда, көбінде біз айтамыз, ол жағдайсыз отбасылардан шыққан қыздар деген осындай мәселелерді көтереді, бірақ зерттей келе, мына білім бөлімінің және жағы ішкі істер бөлімінің деректеріне сүйене отырып, былай қарап отырсақ, 23 жылы 46 деректер келетін болса, соның 37-сі толық отбасы, 9 толық емес отбасы болып тұр. Сонда бұл аргумент мына ерте жүкті болатын қыздарды әке шешесі толық отбасы, толық емес отбасыдан шығады деген аргументті негіздей алмайды. Мына қараңыз, 24 жылдың өзінде, мысалы 29 дерек тіркелген 5 айда, соның 22-сі, демек 30% ғана толық емес отбасыда, қалған 70% ол толық отбасы. Бұл деген үлкен мәселе. Жаңаөзенде отбасы құндылықтарын насихаттау мен гендерлік теңдік бағытында жұмыс жасайтын 8 үкіметтік емес ұйым мен қоғамдық қор бар. Отбасы институтын дамыту бағытындағы шаралар мектеп пен колледждерде ұйымдастырылып келсе, ішкі саясат бөлімінің тапсырысымен биылдан бастап қала деңгейінде кең көлемде қамтылып жатыр. Зерттеудің қорытындысы бойынша бүгінгі жиында көтерілген проблемаларды жауапты бөлім мамандары түртіп алып, мәселелерді реттеу бойынша жұмыстанса, ерте жүктілік, өз-өзіне қол жұмсау сияқты деректердің динамикасы едәуір азаяр еді деген ұсыныстар айтылды. Сәуле Жолманбет, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат.